Қайырлы күн достар, бүгін бізге ютубта келесі шығарылым. Бүгін бізге қонақта Дейлин. Қош келдің. Достар, бәріңе сәлем. Сендермен бірге мен Sigma Дейлин. Бүгінгі шығарылымды бастамас бұрын Дейлин өзің саған бір сұрақ қойын кеп тұр. Ең алғашқы ұстаған айфоның қандай? Ең алғашқы ұстағаным менің iPhone 13. Әлжім осы. В общем, 2022-де алғам. 3 жыл болды осымен жүрген. Бағалы телефон енді. Сонымен енді бүгінгі шығарылым білесің, қайсысы қымбат екен тауып алып боласың, ал 8 сұрақ қойылады. Сол 8 сұрақ 4-тен жауап беретін болсаң, саған біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дайынсың ба? Дайын. Бірінші бізде сұрақ: Tesla қымбат па, немесе Xiaomi қымбат па? Осы электрокардың екеуін қайсың? Xiaomi ма? Мынау Китай енді. Мынау Китай. Tesla қымбат деп ойлаймын. Жауабын қалдадық. Бірінші жауап әрине дұрыс. Не үшін қымбат деп ойладың енді? Мынау китайский ғой. Китайский мен қайшы деп па? Теслада Қытайдың кейбір заттары қымбат болып шығады негізі. Тесланың зауыты қайда? Тесла андай әлемдік деңгейдегі. Ол да бар. Одан кейін екіншісі. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Видеоларда енді компьютерде. 90. Так, қазір 40-80 супер, да? Қайсысы қымбат? Ол 24 гигабайт. Мынау қанша? Білмеймін, короче. Так, супер, да? Пайде супер қымбат шығар, 40-80. Соңғы жауабың осы ма? Иә. Өкінішке орай дұрыс емес. Осы неде 40-90 қымбат. Енді жалпы компьютерді, үйіңде компьютер қандай сенде видеокарта? 16 GB. Майнкрафт көтерсе болып дейсің. Иә. Келесі бізде қайсысы қымбат деп ойлайсың? VR Meta или не Sony PlayStation VR 2? Қайсысы қымбат деп ойлайсың? VR көзілдіріктердің айқасында. Білмеймін, мен мұнан көрмеген бар ғой, что-то андай. Қымбат сияқты, осы қымбат сияқты VR Meta деген. VR Meta. Дұрыс. Дұрыс ба? VR Meta қымбат. 2-де 1 ма? 2-де 1. Екеуін дұрыс тапсам енді. Екеуін дұрыс тапсаң болды, сен жеңіп тұрсың. Келесі сұрақ. iPhone 16 Pro немесе iPhone 15 Pro Max қайсысы қымбат деп ойлайсың? Гигабайтқа байланысты. Екеуі бірдей болса. Екеуі бірдей болса, 256-дан болса деп есептеймін. Енді 16 қымбатты, новый Pro. 16 Pro, ана 15 Pro Max, Max емес. Max. Емес. Екеуі де Pro ғой, да? Жоқ, мына 16 Pro, екіншісі 15 Pro Max. Pro Max, иә? Max нұсқасы. Екеуінде жасы 256 деп алайық. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Так, енді қиын болайын тұр. Осы көп адам сүрінген сұрақтардың бірі. Мынау бір жағынан новый, да? Жақында бір жағынан новый. Бір жағынан iPhone 15 Pro Max. Max, да? Иә. По идее, Pro Max қымбат шығар. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Маған көп адамдар iPhone-ның бағасы бізде көп түспейді ғой, төменше. Бір барынша олар маған ұстап тұрады. 2 жыл өтсе де, 3 жыл өтсе де Pro Max-тар енді қымбат болады ғой. 15, иә, сондықтан да 16 Pro ғанда 15 Pro Max қымбат. Басқалары да бәрін де айтушы, бірақ именно біздің дүкенде сондай баға. Келесі бізде. Мынау емес пе? Иә, дәл өзі iPad. iPad планшет па? Иә, iPad Pro немесе MacBook Pro қайсысы қымбат деп ойлайсың? iPad Pro'ны қара, ескересің, астындағы перне тақтасы несімен бірге. Астында перне тақтасымен бірге. iPad Pro ма? Иә, iPad Pro. Анау MacBook. Анау MacBook қайсысы қымбат деп ойлайсың? Екеуінде жадысы бірдей, екеуінде жедел жадысы бірдей. Сол бағытты есептейсің болсаң. MacBook қымбат деп ойлайсың. MacBook Pro да қымбат деп ойлайсың. Қанша қымбат деп ойлайсың? Білмеймін, арасында 300 мыңға бар шығар. Дәл солай, бірақ керісінше мынау қымбат. Қойшы? iPad Pro қымбат. Дәл сондай жадыда солай алатын болсаң, iPad Pro қымбат. Мен де басында таң қалдым. Сөйтсең iPad алатын. MacBook жақсы ғой мынадан көп. Деп ойлайсың. Бірақ жұмысыңа байланысты. Мысалы iPad'та көбінше суретші немесе презентация сол сияқты нәрсемен жалпы айтқан кезде өнер адамдарға жақсы. Ал MacBook Pro мен кәдімгі сен жұмыс істей аласың да. Ал мысалы мен қазір ой кетіп, мысалы
мен аны нағып алдым деген ой кетіп жатыр менде қазір. Не болды? Менде соңғы кезде мен қазір жұмыс істеу барысында маған мынау керек емес екен. Негізі менің жұмысым маған MacBook Pro дұрыс екен. Яғни айтқан кезде сіздер мысалы осындай сіздерде сондай таңдау болатын болса, сіздер не жұмыс жасайсыздар, соған байланысты алыңыздар. Қызығып, көрінген алып, MacBook Pro'лар қанша тұрады? Дәл мынау MacBook Pro қателеспесем бір миллионның үсті, 1.200.000 соған барады. Енді бірдей екеуін бірдей сипаттамада алатын болсаң. Ананікі де соған барады. 1,5 миллион примерно. Дәл бірдей екеуін де бірдей сипаттама алатын болсаң. Келесі. Қай ойын қымбат деп? Cyberpunk пен Call of Duty, Cold of War дейді. Қайсысы қымбат деп ойлайсың? Жаңа шыққан ойын ба мынау или? Call of Duty ма? Аха. Мынау біздегі бар ойындар қазір біздегі. Сендердегі. Иә. Қайсысы қымбат? Cyberpunk, екіншісі Call of Duty. Так. Cyberpunk по идее баяғыдан бар, да? Cyberpunk. Мынау жаңа ойын ба? Баяғыдан бар дегенде жаңа ойыны. Call of Duty жаңа. Аха. Cyberpunk, негізі Cyberpunk бірақ аты бар ойында. Call of Duty қарағанда. Cyberpunk қымбат деп ойлаймын. Дұрыс. Cyberpunk қымбат. Дұрыс таптың. Төртеуі дұрыс па менде? Тұтаймын. Бізде қанша сұрақ болды қазір саған? Отырсың. Примерно 6 ауылынан болды ғой. Иә? Бірі, екеу, үшеу, төртеу, бесеу и 6. Екі сұрақ. Енді келесі. Қайсысы? PlayStation 5 немесе PlayStation 5 Slim? PlayStation 5 қой. Сол қымбат деп ойлайсың. Ну енді Slim деп атайды тұрған. Атайды тұрған, бірақ қарасы қатты айырмашылық жоқ, бір 3000 теңге. Қымбат қылып атайды. Келесі соңғы сұрақ. Дұрыс таптың еді. Мынаны да оңай табатын жарсың. Бірі, екеуі не? Дайсонның нелері, шаң соққыштары. Так. Машина, мынаның наборы көп. Берді оңай деп ойлаймын. Субмарин, пол сүртесің, шаң сүрт. Ол тек қана шаңды ғана алады. Мынау полды да сүртеді, еденді де сүртеді, шаңды да сүреді. Ол тек қана еденді ғана сүртуге. Подвох бар сияқты. Ол оңай да айтасың. Мынау тек бір зат үшін бірдеңесі үшін қымбат бола ма мүмкін. Цвет үшін ба или Дайсонда сондай тема бар да, цветіне байланысты бағасы. Бағасы қымбат жоқ. Бірақ мынада ондай. Мынада функционал көп. Мынау қымбат сияқты. По-любому мен аттым. Субмарин қымбат. Мынау шаң сұрады. Негізі бұл ең оңай сұрақты басына қоймақшы боламыз ғой. Бірақ соңында жеңіл болсын. Білмеймін, подвох бар сияқты болып тұр. Жоқ, бағана сұрақтардан кейін алдыңғы сұрақтардан сондай болды ғой, содан кейін. Жоқ, бәрі не толық болатын сияқты да? Все. 8 сұрақтың 6-уына жауап бердің. Саған енді бізде бір сыйлық. Біздің мына жерде компьютерный клуб бар. Осы жерде сен бір күн безінемін. PlayStation ойнасаң да, немесе ана жерде компьютер ойнасаң да бір күн безінемін. Және қасыңа бір досын ертіп келсең болады. Смело. Бұл бірінші сыйлық. Келесі бізде Ершат саған арнайы сыйлығымыз. Бұл біз өзің стилінде, өзің қалағандай чехол шығарып береміз. Біздің дүкенде осы нәрсе пайда болды. Яғни кез келген адам өзіне қалаған суретін осы чехолға басып шығара алады. Мінекей. Мынау саған сыйлық біздің атымыздан. Мәссаған, аңғарың болса мен аваммен ютубтың зачогымен. Өз дейлен өзі қалағандай осындай не жасай аламыз. Мінекей осы құтты болсын. Керемет. Енді алдағы уақытта бұл енді бастапқысы, біз енді бастап жатырмыз. Алдағы уақытта бұдан да жақсы жасауға тырысамыз. Неше түрлі нұсқалар, неше түрлі дизайнда жасауға тырысамыз. Енді сондықтан да көріңіздер. Чехолда достар 2 жыл сапар берген, осыны білесіңдер, подписчиктерім бәрі біледі. 2 жыл болды осымен жүрген, дымы қалмады. Сапалы дейсің ғой. Ал кән. Міне достар, менің авамен. Тура өзіңе каналына арналған. Және бұның бір несі артықшылығы, бұл 2 неде. 2 қабаттан тұрады. 2 қабат екен. Яғни бағанағы соққыдан аман алып қалу үшін. Сол,
Құтты болсын. Сонымен бүгінгі шығарылымыз аяқталды. Ершат, сен бүгін бізге келіп қолдаған үшін саған үлкен алғыс. Енді келесіде кімнің келгенін қалайсыздар, комментарий жазыңыз, және біздің каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Себебі алда уақытта бұдан да керемет шығарым жасауға тырысамыз. Рахмет баршаңызға. Сау болыңдар.